ханымдар, қалайсыздар? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің күнделікті күтімім жайлы бөліскелі отырмын. Және де қалай дұрыс күтім жасау керек, соған қатысты кішкене ақпараттар айтқым келіп отыр. Өйткені бетке поэтапно қандай заттар қолдану керек, бетті қалай күту керек, күнделікті уходты қалай бастау керек деген сұрақтар маған өте көп келеді. Сол сұрақтарға бүгінгі мына видео жауап болсын деген келіп отыр. Ендеше ең бірінші бетімізді таңғы уақытта умывалкамен жуамыз, ешқандай сабын қолданбаймыз. Сабын біздің бетіміздегі қорғаныш қабатын бұзады, тітіркендіреді, құрғатады және де бетке ұсақ әжімдер түсіреді. Сондықтан сабыннан алыс болыңыздар. Мейлі кір сабын болсын, мейлі арнайы сабын болсын. Мүмкіндігінше умывалка қолданыңыздар. Умывалка ол көпіргіш бетті жууға арналған арнайы өнім. Оның түрлері өте көп. Умывалканы таңдағанда құрамы жұмсақ болғанына мән беріңіздер. Құрамында спирттік өнімдер болмауына мән беріңіздер. Өз бетіңіздің типіне келетін түрін таңдаңыздар. Және де умывалканы алғаннан кейін оны көп қолдану шарт емес. Біреулердікі көп умывалкасы тез тосылып қалады. Көп алып жағып тастайсыздар. Бізге азғандай 1 сантиметр умывалканы қолымызда көпіртіп алып қолдану жеткілікті. Соның өзі сіздің бетіңізді жақсылап тазалап береді. Умывалка беттегі кірлерді жақсылап тазартады, жұмсақ күйінде тазартады. Құрамында сульфаттар болғаннан кейін, көпіршік қасиетке ие болғаннан кейін бірден бетімізге жақпаймыз, ал арнайы қолымызға көпіртіп аламыз. Умывалканы жағардан алдын бетіміз намдану алған дұрыс. Сосын умывалкамызды аламыз. Кішкене қолымызға 1 сантиметрдей қойдық. Енді осы қолымызға кішкене суды алып, қолымызға суды аламыз да көпіртеміз. Жақсылап көпіртіп аламыз қолымызда. Осы көпірікті сосын барып бетімізге жағамыз. Умывалканы бірден жуып тастамаймыз. Умывалканы 1 минут бетімізде жақсылап барлық зоналар, әсіресе Т зонасына майланатын мұрынға, иекке, маңдайға апарып жақсылап жуып болғаннан кейін, жақсылап бетімізге көпіртіп болғаннан кейін, жылы суда, бөлме температурасында, ыстық емес, мұздай емес, орташа әдемі температурада бетімізді жуамыз. Ол да важный. Ыстық суда жуу беттегі пораларды ашып тастайды, мұздай суда жуу бетті куперозаға әкеледі. Бетті суықтатады. Яғни енді бетімізді жуамыз. Менің умывалкам негізі онша қатты көпірмейтін умывалка. Умывалкаларыңызға қарай көпіршіктенеді. Қазір бетімізді жақсылап жуып аламыз. Бетімізді жуып алдық. Енді бетімді кішкене қағаз салфеткамен кептіремін. Бетіміздің тазалау этапы әлі аяқталған жоқ. Бұл бірінші деңгей, екінші деңгей. Енді тоник немесе тонер қолданамыз. Тонердің көбісі айырмашылығы неде деп сұрап жатады. Тонер азиаттық күтімге жатады. Бетті өте ықтималды жоғарылықпен ылғалдандырады. Молекулалар ұсақ болған кейін теріге терең сіңеді. Сол арқылы келесі крем сывырткаларыңыздың сіңімді болуына жұмыс жасайды және бетті ылғалдандырады. Ал тоник ол европалық күтімге жатады. Ол беттің pH балансын қалыптастырады, бетіңізді терең тазартады, нәрлендіреді. Ол да келесі тазалауға, келесі күтім этапына бетті дайындайды. Яғни екеуі бірдей қызмет атқарады. Қайсысын таңдау өз еркіңізде. Мен өзім тонер қолданамын. AG фирмасының тонерін қолданамын. Текстурасы өте керемет, бетке өте жақсы сіңеді, бетті керемет ылғалдандырады. Сіз өзіңіз қай фирманың тонерін қолданасыз, немесе тоникін қолданасыз, төменге жазып кетсеңіз болады. Тонерді осылай қолымызға алып, шапалақтап бетімізге сіңдіреміз. Негізгі күтімде ылғал деген өте важный рөл атқарады. Сондықтан ылғалмен жұмыс жасаңыздар. Бетте ылғал жетіспесе, көп мәселеге алып келеді. Эссенция бұл AG фирмасынікі. Осы тонерден кейін жағамыз. AG фирмасының өнімдері өте керемет, құрамы таза, халал. Содан кейін осы продуктке тоқтадым. Қолданғалы бері маған өте қатты ұнап жатыр. Егер бетіңіз құрғақ болатын болса, өңсіз болатын болса, осы наборды қолдануға кеңес беремін. Өкінбейсіздер. Енді осы кезде бетке сыворотка қолдансаңыздар болады.
Сыворотка біздің бетіміздің белгілі бір мәселесін шешуге арналған құрал. Мысалы үшін пигментті даққа арналған сыворотка, безеуге арналған сыворотка, беттің құрғауына арналған сыворотка деп бөлінеді. Өзіңізге қажетті қандай проблемаға қолданасыз, соған сай сыворотка таңдайсыз. Сыворотканың құрамы молекуласы өте ұсақ болғаннан кейін ол да терең терге еніп жақсы жұмыс атқарады. Артынан бірақ креммен қаптамасаңыз, ол ауаға ұшып кетеді, сізге пайдасы тимей қалады. Жағамыз сыворотканы, жаңа айттым ғой, бұл бетті нәрлендіреді, беттің өңін жақсартады. Мендегі сыворотка бетті жұмсартады, ағартады. Сыворотка жағып болғаннан кейін міндетті түрде артынан креммен қаптайды. AG фирмасының кремі. Көп жақсаймыз. Прям бетіңіз жылтырап тұрады. Негізі күнделікті уход жасау сізге керемет таза теріні қамтамасыз етеді. Жоғары қарадық жағамыз крем жаққан кезде. Енді негізі осымен күтім бітті. Далаға шығатын болсаңыз, міндетті түрде SPF крем жағыңыздар. SPF крем біздің бетімізді күннен түсетін радиациядан қорғайды. Фирмасының SPF-ін қолданамын. Өте керемет, бетіңізге негізі тональник, пудра қажет етпейді. BB крем прям бетіңізді күшті қылып қояды. Тональник крем бар сияқты болып тұрады бетіңізде. Аппақ қылып. Өте әдемі, қорғайды, жақсы қорғайды. Таңғы күтім, менің күтімім осы. Мен AG фирмасының қолданамын. Сіз өзіңіз қай фирманың қолданасыз? Төменге жазып қалдырыңыз. Сізге қай фирманың ұнайды? Сіздің сүйікті косметикаңызды төменге жазып қалдырыңыздар. Енді осы күтімнен кейін барып макияж жасайтын болсаңыздар, прям сіздерде тон керемет тұрады, стойки тұрады. Тональнийлеріңіз әдемі жағылады. SPF кремді далаға шығардан 20 минут алдын жағыңыздар. Одан кейін барып шығыңыздар. Өйткені SPF бетке барынша сіңіп тұру керек. Кейін көшеде жүрген кезде 2 сағат сайын SPF-ті жаңартып тұрған дұрыс. Ал екі этапты тазалау болады. Тура осылай жасайсыздар. Валкадан алдын гидрофильный май қолданамыз. Гидрофильный май қолданамыз, өйткені бізде бетімізде тональный болуы мүмкін, және де SPF крем болуы мүмкін. Олар суға төзімді болса, міндетті түрде жуып кету керекпіз. Құрғақ терге осы гидрофильный майды жағып, кетіріп жуып аламыз. Одан кейін валка, одан кейін тонер, немесе тоник, кейін сыворотка, крем жағып жатамыз. Ал масканы аптада 1-2 рет қосымша күтім ретінде жағасыздар. Пилингті айына 1 рет, 2 аптада 1 рет былайша айтқанда бетті арнай тазалап тұрасыздар. Ал күнделікті базалық уход осыларды қамтиды. Қандай да сұрақтарыңыз болса, төменге қалдыра кетіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар, колокольчикті басып қойыңыздар. Менің видеоларым сізге бірінші барып тұру үшін, және де лайк басып, комментария қалдырып, барынша белсенді болыңыздар. Қазақша ютубты қолдап қояйық, ханымдар. Сіздермен болған Фируза Мырзаева. Мұндай қарағандарыңыз үшін мың алғыс.